Шымкент қаласы Қайнарбұлақ ауылынан келдік. Ауылдың хал жағдайын айту үшін біздің ауылымызға бірінші очередте мемлекеттік емхана керек. Балдарымыз ауырса баратын жер жоқ. Екінші табиғи газ, үшінші рет су, свет, барлығын қамтып алып келдік. Өткенде ноябрьдің февральдың 17-сіне келіп заявление тастап кеткенбіз. Сол заявлениенің немдесін, ответін ба? Жауабын. Сол арызымыздың жауабын Астанадан Шымкентке барса, Шымкентте әкімдер маған бермеді. Кеше барып, 2 күн бойы жүгірдім, сіздер маған ответін беріңіздер десем, басқа бір ответті береді. Ал менде телефонымда президенттің әкімшілігінде орындалған арыз Шымкент қаласында түсті. Марттың 5 мен 6-сына аласың деген. Олар маған бермегеннен кейін, мен осы кеше 14 күн, 13 күні Астанаға келдім пойызбен. Бүгін келіп тағы да міне министрге тағар жазып отырмыз. Өйткені біз 3-ші мегаполис Шымкент қаласы, қалаға кіргенімізге 10 жыл болды. Ешқандай табиғи газ, свет, суды бізге әкімдер жасап берген жоқ. Кеше 8 мартта 5 күн бойы сусыз, светсіз отырдық. Әкіміміздің аты жөні кім? Әкіміміздің аты Айтенов. Атығым Мұхан ба? Шыңғыс Мұхановқа да бардық. Бірінші мен денсаулық сақтау басқармасына бардым. Пазылов мырзаға, ол кісі бізді ауылдарыңызға мемлекеттік емхана салынады деді. Сөйтіп кейін бізді ауылмен шағыстырып жіберді. Содан мен ол кісіге қапа болдым да, Шымкент қаласының әкімдігі Шыңғыс Мұхановқа арқа сүйеп мен арыз жазсам, ол кісі мені қорлағандағы мені мазақтап, денсаулық сақтау басқармасы Пазылов мырзаны шақырып алып, сіз мына Байзақова Седептің денсаулығын жөндеп жазып беріңіз, больницаға жатқызып жөндеп беріңіз дейді. Кешіріңіздер, мен денсаулығым үшін келген жоқпын. Халқым, елім, жұртым үшін ауылға емхана салдыру үшін келген едім. Бірақ балық басынан шірейді дейді. Айтенов мырза, Шыңғыс Мұханов мырза мені кекетті. Кекеткеннен кейін мен үлкен енді деп Айтенов мырзаға арыз жазған едім. Ол арыздан ешқандай маған жауап жоқ. Балық басынан шіріп жатыр. Келгендердің бәрі құрғақ немене жауап беріп кетеді, істеліп жатқан тілі жоқ. Біздің Астанаға келгеніміз айналайын сол халқым, елім, келешек ұрпағым үшін жасым 70-ге келгенде маған ештеңе керек емес. Алла тоба деп айтайын. Мен халқым, елім үшін келген адаммын. Қолымда бір пакет документ. Бізге керегі құрметті премьер-министр Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, сізден біздің сұранарымыз біздің ауылымызға, Шымкент қаласы, Қайнарбұлақ елді мекеніне, Қаратау ауданының Қайнарбұлақ ауылына бірінші мемлекеттік емхана керек. Екінші рет табиғи газ, үшінші рет свет, су. Кеше 8 март халықаралық әйелдер күнінде біз 5 күн бойы светсіз, сусыз отырдық. Звонить етсек, құзырлы орындарға алмайды. Сол үшін мына Астанаға келіп, сізге кіреміз деп бетпе-бет кіреміз ба деген үмітпен келген едік. Бірақ біз Тамара Дүйсеноваға келген едік, одан да жолығамадық. Сапар деген заңгер балаға кірдік, мұқтажымызды айттық, арызымызды жазып қойдық. Енді сізде бар үмітіміз сізде, біздің ауылымызға көз қараңыз салып, қол үшін берсеңіздер.